Людвиг Хольберг 1684 жылы туған норвег дат жазушысы, драматург, философ, тарихшы, ағартушы. Барлық тарихи, поэтикалық және философиялық шығармаларында Хольберг ағартушылық дәуірдің тамаша өкілі ретінде көрінеді. Хольберг «Введение в историю европейских государств», «Трехтомная история Дании» және «Всеобщая история церкви от возникновения христианства до Лютера» секілді өзінің негізгі тарихи еңбектерінде зерттеуші емес, эссеші ретінде көрінеді. Ол Монтень және Аддисон сияқты жазушылармен рухани жақындығын түсінеді. Оның шығармашылығының арқасында дат тілі алғаш рет ойды толық жеткізе алатын тілге айналды. 1717 жылы Хольберг «Введение в естественное и международное право» еңбегін жариялады. Хольбергтің сатиралық сипатқа ие көптеген комедиялары оған дат Мольере деген айдар тағылуына себепші болды. Оларда қазіргі Копенгагеннің барлық аймақтың ақмақтары, ешқашан қолы тимейтін жұмыссыз, жауапсыз саясаткер, француз сәнқойы, ғалым ақмақ, қалтасында бір тиын жоқ тәқ аппар дворян керемет сипатталады. Көрнекті норвегиялық композитор Эдвард Грик 1884 жылы Хольбергтің 200 жылдық мерейтойына арналған 5 бөлімнен тұратын «Из времен Хольберга» атты фортепианоға арналған сюита жазды. Хольбергтің құрметіне Меркурийдегі кратер аталды және қазіргі заманның көрнекті гуманитарлық ғылым өкілдеріне берілетін сыйлық 2003 жылы құрылған Хольберг сыйлығы бекітілді.